Дәл осы пияз қосылған нанды үйдегілер таласып тұрып жейді. Жасап көріңіздер. Қамырына жылы су құйып, ішіне тұз салдым, секер, аштқы, сұйық май құйып, ұн салып қамыр илейміз. Мен миксермен араластырып алдым, сосын қолмен илеп шықтым. Бетін жауып, 20 минутқа қойдым. Салмасына 3 жуаны жіңішкелеп кесіп алдым. Ыдысқа араларын ашып, мұқият салып алдым да, ішіне тұз, қара бұрыш сеуіп, жақсылап тұрып араластырдым. Қамырды 4-ке бөліп жайдым да, үстін сары май жағып, пиязды сеуіп орадым. Азғантай көтерілуге 10 минуттай қойдым. Үстін басып, қолмен жайып шықтым да, табаға салып, бетіне жұмыртқа жағып, мак немесе кунжут сеуіп, духовкада 30 минуттай пісіріп алдым. Міне, осылай пияз қосылған нанымыз дайын болады. Ысылай жесеңіздер өте дәмді. Ал астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса пікір қалдырыңыздар, жасап көріңіздер.